Ассалаумағалейкум. Бұл просто программасын қазақша үйрену. Бүгінгі сабақта біз детальдарды бір түзу бойына, бір сызық бойына түзу орналастыру. Тез әрі ыңғайлы орналастыру. Бұл мына интерфейстер арқылы жүзеге асады. Бұл екі деталь берілген кезде ғана, ал мынау болса үш деталь берілген кезде ғана жұмыс істейді. Сізде бұлар көрінбей тұру да мүмкін. Егер де көрінбей тұратын болса, мишканың оң жағын басып, мына жерден талдап алсаңыз болады. Бірінші белгілеп аламыз. Шрифтті басып тұрып, барлығын белгілеп алсақ болады. Енді бір сызық бойына келтіру үшін мынаны бассақ, бір сызық бойына түзу орналасады. Егер де мына жерге орналастырамыз, яғни осы детальдің қатарына орналастырғымыз келсе, мына үшеуін, онда бұны ең соңынан белгілейміз. Яғни қайсы детальды ең соңынан белгілесек, қалған белгілеген элементтеріміз, детальдарымыз сол орынға түзу сызық бойына орналасатын болады. Мысалы, қараңыз. Мынаны соңынан белгілейміз. Мына жерде үстін теңестіру және астын теңестіру деген функциялар бар. Егер де мынаны босатын болсақ, мыналардың бәрі тура мынаның асты мен орнына орналасады. Үшеуі бірдей зат болғандықтан бұл жерде бізге анық көрінбейді әрине. Егер үстін мына функцияны басатын болсақ, онда үсті бір нүктеде орналасады. Ары қарай айта кететін болсақ, түсінікті болу үшін мына шкафты сондай функциялармен жинап шығайық. Ол үшін бірінші баратын детальды белгілейміз, екінші орын белгілеп аламыз. Мынаны мына қабырғасына апару керек. Үстін қабырғасына қалай орналастырамыз? Барды. Қараңыздар, арасы ашық тұр. Енді үстін бірге орналастыру. Яғни мынау. Орналасты. Енді мына қабырғасын орналастырайық. Баратын деталь орны. Болды. Және де мынадай функциялар бар. Яғни центрына орналастыру. Мынаның центрына әкеліп береді. Біз мынаны белгілесек, онда мынаның центрына апарады. Астына апарсақ болады. Осылай үстіне шығарсақ болады. Осылай астына жатқызсақ болады.
x және y бағытына орналастыру. Бұл да тура солай негізі. Оңай. Мыналардың арасын бірдей қылып ауыстырсақ болады. Ол үшін белгілеп аламыз. Одан кейін осы функцияларды қолданамыз. Дистанция x, яғни x лайнын x нүктесінде арасы бірдей қашықтықта орналасты. Ал мынау y нүктесінде аралар әртүрлі. Шрифт асып бәрін белгілеп алдық. Енді яғни y бағыты деп тұрғанда дистанция деп осыны басамыз. Бірдей бағытта орналасты.